Беліміз не үшін ауырады деген сұрақ бәрімізді мазалайды. Ал кеттік себебін білейік. Әйел адамдардың көпшілігін белі ауруы мазалайды. Бұл омыртқаға да байланысты болуы мүмкін. Себебі кейбір сырқат түрлері, яғни белге жақын болмаса да, белді ауруын тудырады. Белдің ауруы ағзадағы дертке де байланысты. Әйелдің басым көпшілігі бер және сегіз көзден жоғары арқаға қарай ауырады. Бел бұл аурулардың себебі неде? Бірінші, артық салмақ. Егер арқа белмен қоса ашытып ауыратын болса, әсіресе ауыр затты көтергенде немесе ұзақ отырып жұмыс істеген кезде белді жаза алмай қалса, бұл артық салмақпен арылу керек екен деген сөз. Бұндай жағдайда массаж қабылдаса тез көмектесетін болады. Екінші, салқын тию. Өкінішке қарай, әйелдерде бел ауруы көп жағдайда жазда жиі байқалады. Себебі дене терілесе, қан тамырлары тарылады. Нәтижесінде бұлшық еттерден бірден жиырылып, арқаның тырысылуы мен ауруы пайда болады. Бұл жағдайда бара-бара қабынуға, соңы созылмалы ауруға ұласуы мүмкін. Үшінші, панкреатит. Яғни бұл ұйқы безінің қабынуға, қабырғаның асты ауырады. Кейде ауру басқа дене мүшелеріне, яғни кеуденің, арқаның немесе сегіз көздің оң жағына берілуі мүмкін. Төртінші, бұл гинекологиялық аурулар. Әйелдердің бел ауруына көп жағдайда гинекологиялық аурулар себеп болады. Бесінші, жүктілік, яғни жүктіліктің үшінші кезеңінен бастап бел ауырады. Бұл баласы бар аналар таныс жағдай. Дәрігерлер құрсақтағы баланың салмағы өскен сайын кіші жамбастағы мүшелерге қысым түсіретінін айтады. Ал жүктіліктің алғашқы кезеңінен бастап бел ауырса, дәрігерге қаралу керек екен. Бұндай жағдайда құрсақтағы бала дұрыс жетілмей қалуы мүмкін. Алтыншы, омыртқа аурулары. Әйелдің қимыл-тірек жүйесі уақыт өткен сайын патологиялық өзгерістерге ұшырайды. Егер бел тым қатты ауыратын болса, оның себебі омыртқаның төменгі бөлігінде остеохондроз және омыртқаның жарығы болуы мүмкін. Белгісі, бел тоқ соққандай және де ашып ауыратын болады. Ауырсынуы сезімі аяққа және де іштің төменгі жағына және құйымшаққа берілетін болады. Жетінші, ол остеопороз, яғни сүйектің тым әлсіздігі және сынғыштығы. Артық күш түскен сайын омыртқа сүйектері жарылып, сынуы немесе пішінен өзгеріп бастауы мүмкін. Мұндай өзгерістердің қайсысы болмасын, бел немесе арқаға тұрақты түрде ауыратын болады. Аяқты сразу сезу нүктелері қызметі әсер ететін болады. Және де өз бетінше қозғалу мүмкін болмай қалады. Және де келесі, сүйектегі ісік немесе метастаз. Әйелдердің сегіз көзді төменгі жағы ауырады. Қимыл-қылы өзгерткен сайын ауру басылмайды және де ол сүйектегі онкологиялық ауруларға байланысты болуы мүмкін. Сондай-ақ кіші жамбаста орналасқан мүшелердің метастазы болуы ықтимал. Себебі кейде адам әлсіреп күш-қуаты кемиді, құсады, бас айналады. Сондай кездері белгілері болып табылады. Келесі бізде жарақат алу. Егер жаттығудан құлап қалсаңыз, бел ауырса, омыртқа жарақат алуы мүмкін. Ал кейде бұлшық еттер мен омыртқадағы жұмсақ ұлпалар жарақат алса, бел ауырады. Жарақат алған жер тез қызарып, ісіп кететін болады. Абайлаймыз, денсаулығымызды күтеміз. Егер сіздерге менің каналым қызықты болса, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.